Қайырлы күн көрермен қауым. 11 ТВ мектеп телеарнасында жаңалықтар. Бағдарлама жүргізушісі мен Жолдығалиев Данияр. Сіздерге бүгін қараша айында өткен мектеп тірлігі мен тынысын айта кетпекпіз. Ендеше назарларыңыз бізде болсын. 16-26 қараша күндері ұйымдастырылып жатқан кураторлар онкүндігінің ашылу салтанаты өтті. 16 қараша сағат 14:00-де мектеп акт залында кураторлар әдістемелік бірлестігінің 10 күндігінің ашу салтанаты оздырылды. Мектеп тәрбие тамыры атты кураторлар 10 күндігін мектеп директорының тәрбие ісі жөніндегі орынбасары Талапова Меңсұлу Жігерқызы ашып, екінші оқу тоқсанымен 10 күндіктің ашылғандығын жариялады. Айлық барысында өтілетін шаралар айтылып, 10 күндік барысы таныстырылды. 5-ші сыныптар арасында ұйымдастырылған «Менің үлгілі сыныбым» атты сайыс қорытындысы жарияланды және де марапатталды. Тұңғыш президент күніне орай мектеп кітапханалашыларының ұйымдастыруымен «Ел тірегі елбасы» атты поэзия кеші ұйымдастырылды. 25 қараша күні мектеп жанындағы кітапханада тұңғыш президент күніне арналған «Ел тірегі елбасы» атты поэзия кеші ұйымдастырылды. Шараның кітапхана меңгерушісі Аққойқын Мұрзашаева ашып, бұл күннің ерекшелігіне тоқталып өтті. Жалпы ел президентінің еңбектеріне тоқтала отырып, тәуелсіздік жолында аянбай еңбек еткен елбасына арналған шараның да оқушылар үшін мәні зор екенін айтты. Шара 5-ші Г сыныбы оқушылары дайындаған әдеби сазды кешке ұласты. Кеш барысында экраннан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өсіп-өну даму жолдарынан слайд көрсетіліп тұрды. Шара Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны «Менің Қазақстаным» әнімен басталып, жерлес әнші, композитор Ескендір Хасанғалиевтің әні «Атамекен» әнімен аяқталды. Оқушылар елбасы күніне арнаған өздері шығарған туындыларын оқыды. Сондай-ақ кітапхана оқу залында «Тарихтың өзі таңдаған тұлға» атты үлкен кітап көрмесі жасақталып, кітап көрмесінен шолу өткізілді. Көрмеде елбасына арналған түрлі әдеби кітаптар мен көрнекіліктер қойылды. 25-26 қараша күндері мектепшілік олимпиада болып өтті. 25-26 қараша күндері мектебімізде оқушылардың жалпы білім беретін 11 пән түрінен мектепшілік олимпиада оздырылды. Олимпиадаға 8-ші, 9-ші, 10-ші, 11-ші сынып оқушыларынан 169 оқушы қатысты. Мектепшілік кезеңнен 110 оқушы жүлделі орындарға ие болып, екінші кезең аймақтық олимпиадаға жолдама алды. Бағдарламаны дайындаған 8-ші А сынып оқушысы Жолдығалиев Данияр, арнайы 11 ТВ үшін. 17 қараша қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқовтың мектеп ұстаздары мен мектеп жанындағы өнер мектебінің ұйымдастыруымен ән кеші өтті. 27 қараша мектеп жанындағы өнер бөлімінің ұйымдастыруымен мектеп акт залында сағат 17:00-де қазақ вальсінің королі атанған Шәмші Қалдаяқов әндерінен кеш оздырылды. 25 қазан Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұранының дүниеге келген күніне орай ұйымдастырылған сазды кеште мектеп мұғалімдері жеке хормен, топпен ән айтып көрермендер ықыласына ие болды. Кеште мектеп ұстаздары, оқушылар, ата-аналар, шақырулы қонақтар болды. Кеште сазгер Шәмші Қалдаяқовтың әсем әндері шырқалып, сазгерге деген құрметті мектеп ұстаздары өз өлеңдерімен паш етті. 28 қараша күні мектеп дәлізінде Жасылан ұйымының ұланбасын сайлау жиыны өтті. Сайлау барысын тілшіміз баяндап берсін. Мектеп оқушыларының өзін басқару Жасылан ұйымының ұланбасын сайлау жиыны 28 қараша сенбі күні 8:30-да басталып, сабақ арасында қоңырауларда ұйымдастырылып, 5-ші сабаққа дейін дауыс берілді. Ұланбасылыққа өз кандидатураларын ұсынған жасыландықтар Аманжол Арман 10-ші Б сынып оқушысы, Мұратов Тула 9-ші В сынып оқушысы, Сапарғали Ернар 9-ші А сынып оқушысы, Жолдығалиев Данияр 8-ші А сынып оқушысы, Камалова Ботагөз 9-ші Г сынып оқушысы, Сағатова Айдана 9-ші А сынып оқушысы. Әр кандидат өз жобаларын алдын ала дайындап, видео нұсқасын мектеп дәлізіндегі телевизордан көрсетіп, сайлау алды салтанатты шарада оқушылар алдында қорғады. Сайлауға арнайы комиссия құрылып, бюллетендер жасалып, ашық дауыс берілді. Оқушылар сайлау барысында белсене араласып, сайлау барысында басым дауыспен комитет шешімімен
9 А сынып оқушысы Сапарғали Ернар мектепшілік жастан ұйымының ұланбасы атанды. Арнайы 11 ТВ үшін Сартек Меруерт. Ұланбасын ұлықтау жиыны 30 қараша күні мектеп акт залында салтанатты түрде болып өтті. 1 желтоқсан тұңғыш елбасы күніне орай мерекелік іс-шара және мектепшілік ұланбасының ант қабылдау рәсімі 30 қараша сағат 13:10-да ұстаздар 5-11 сынып белсенділерінің қатысуымен өтті. Елбасы күніне арнайы дайындалған бейнероликпен жиын ашылып, елбасы туралы мағлұматтар айтылды. Елбасының өмір жолы, атқарған қызметтері айтылып, елбасының сөзіне жазылған "Елім менің" әні шырқалды. Елбасы күніне орай көшбасшылықты дамыту мақсатында ұйымдастырылған шараны ары қарай ұйымның экс-ұланбасы Сагидуллин Сұлтан өз құттықтауымен жалғастырып, жаңа сайланған ұланбасы Сапарғали Ернарға ұланбасы лауазымы куәлігін табыс етті. Ернар оқушылар алдында ант беріп, салтанатты түрде ұланбасы атанды. Кешті жас ұлан ұйымы жетекшісі, педагог, ұйымдастырушы Кенжегалиев Жайсанбек Әліпқалиұлы қорытындылап, ұланбасына ұйым жұмысына сәттілік тіледі. Мектеп телевидениесінің жаңалықтар айдарынан көретін бағдарламалар легі осындай. Әр ай сайын мектеп өмірінің тынысы, жаңалықтары, қоғамдық өмірі 11 ТВ-мен бірге. Сіздер мектеп телевидениесінің тұрақты көрермендер болатындарыңызға сенімдіміз. Ендеше бағдарламаны жүргізген мен Жолдығалиев Данияр, жағымды жаңалықтармен жүздескенше.